Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Біз өздеріңізбенен намаз, көзімнің қуанышы атты дәрістеріндеміз. Ғұсыл толық дәрет алу. Кіші дәрет жайлы айтқаннан кейін, үлкен дәретсіздік жағдайына да қысқаша тоқталайық. Үлкен дәретсіздікке жүніп болу, хайыз, яғни етеккір, нифас, босанғаннан кейінгі халдер жатады. Алла тағала қасиетті Құранда «Ва ин кунтум джунубан фаттахару» егер жүніп болсаңдар, толық тазаланыңдар дейді Маида сүресінде. Осылай бұйырады Алла. Ал басқа аятта «Хатта тағтасилу» толық ғұсыл алмайынша дейді Ниса сүресінде осылай түсіндірген. Ғұсылдың орындалу тәртібі мынандай күйде жүзеге асады. Адам жүрегімен үлкен дәретсіздіктен тазаруға ниет етеді. Бисмиллах дейді. Қолдарын 3 рет жуады. Одан кейін сол қолымен әурет жерін толық тазалап алады дейді ғалымдар. Содан соң кәдімгі дәретті толық алады. Одан кейін бүкіл денесіне су құяды. Әуелі басына, кейін денесінің барлық бөлігіне, ең соңында аяқтарына дейін жеткізеді. Денені ысқылап жуған абзал деген ғалымдар. Соның судың барлық жерге жетуіне мұқият болу керек. Тырнақ бояуы, лак немесе судың теріге жетуіне кедергі болатын басқа заттар болмауы тиіс ғұсыл кезінде. Егер дененің кішкентай ғана бөлігіне су тимей қалса, ғұсыл толық болмайды, ал ғұсыл дұрыс болмаса, намаз да дұрыс болмайды. Қазіргі кезде душтың арқасында ғұсыл алу әрине өте жеңілдеді. Сүннет бойынша дененің оң жағынан бастаған дұрыс. Әр мүшеге су құйған сайын, Раббым мені адасудан тазартып жатыр деген сезімде болған жөн. Әрине тілмен емес, жүректе. Таяммум. Ислам діні жеңілдік діні. Кейде адам су таба алмайды немесе суды пайдалану оған зиян тигізеді. Осындай жағдайда таяммум жасауға рұқсат берілген. Аммар ибн Ясир радиллаху анху былай дейді: бір сапарда жүніп болып қалдым. Су таба алмадым, сондықтан жерге аунап бүкіл денемді топыраққа былғадым. Сосын пайғамбарға алейхиссалату вассалам келіп, жағдайды айтып баяндадым. Сонда Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам маған таяммумның дұрыс жолын үйретті. Таяммумның қарапайым орындалуы былай деп пайғамбар үйреткен. Ол жүрекпен ниет ету, бисмиллах айту, екі алақанмен жерге немесе таза топыраққа ұру, артық шаңды сілкіп қағу, бетті сипау, қолдарды сипау. Осылайша таяммум орындалады. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: «Ва ин кунтум марда ау ала сафарин ау жаа ахадун минкум минал гаити ау ламастумун нисаа фалам таджиду маан фатаяммаму суидан таййибан фамсаху биуджухикум ва айдикум минх ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم». Егер науқас болсаңдар, яғни денсаулығыңызға байланысты үзір болса, немесе сапарда болсаңдар, немесе біреуің түзден келсе, немесе әйелдермен жақындасқан болсаңдар, әрі су таба алмасаңдар, таза жермен таяммум жасаңдар, онымен жүздеріңді және қолдарыңды сипаңдар. Алла сендерге қиындық жасауды қаламайды, бірақ сендерді тазартуды қалайды деген Маида сүресінің аяттарында. Субханалла, оқырмандар, назар аударыңызшы. Алла бізбен байланысымыздың ешқашан үзілгенін қаламайды. Сондықтан су болмаса да намаздан айырылмауымыз үшін таяммумды заңдастырды. Алайда заңды себепсіз таяммум жасауға болмайды деп түсіндіреді ғалымдар. Су бар болса, әрі оны қолдануға мүмкіндік болса, дәреттің орнына таяммум жарамсыз. Жабирдің жеткізген оқиғасы. Жабир ибн Абдулла радиллаху анху былай дейді: бір сапарда бір адамның басына тас тиіп жарақат алады, кейін жүніп болып қалады. Сонда ол жолдастарынан: мен үшін таяммум жасауға рұқсат бар ма деп сұрайды. Олар: жоқ, су қолдануға күшің жетеді сенің деген. Сөйтіп әлгі адам ғұсыл алады, салдарынан қайтыс болады. Бұл хабар пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға жеткенде қатты пайғамбарымыз ашуланып: олар оны өлтірді, Алла оларды жазаласын, білмесе сұрамады ма, надандықтың емі сұрау, деді пайғамбар. Содан кейін оған таяммум жасау жеткілікті еді, жарасын таңып, таңғыштың үстінен мәсіх тартып, денесінің қалған жерін жуу керек болатын деп түсіндірді. Бұл хадис исламның жеңілдік пен мейірімге негізделгенін көрсетеді әрине. Дәреттің денсаулыққа пайдасы. Әңгімеміздің соңында дәреттің денсаулыққа қатысты кейбір пайдаларын еске түсірейік. Алайда маңызды қағида бар. Біз Алланың бұйрықтарын ғылым дәлелдеген үшін орындамаймыз, керісінше Алла бұйырғаны үшін орындаймыз. Өйткені ол Алла бізге ненің пайдалы, ненің зиян екенін бәрінен жақсы біледі.
ғылым белгілі бір пайданы бүгін анықтамауы мүмкін, бірақ бұл Алланың бұйрығының хикметі жоқ деген сөз емес әрине. Осылдың пайдасына келер болсақ, осыл дененің сергектігін қайтарады, қан айналымын белсендендіреді, жүйке жүйесін серкітеді, ақыл-ой қызметін жандандырады, ағзаның тепе-теңдігін қалпына келтіреді деген ғалымдарымыз. Ал енді дәреттің пайдасына келсек, дәрет исламдық профилактикалық медицинаның маңызды негіздерінің бірі болып саналады. Суық сумен дәрет алу, егер зиян келтірмесе әрине, жүйке жүйесін сергітеді, зат алмасуды жақсартады, тәбетті ашады, бүйрек қызметін белсендендіреді, ағзадан зиянды заттардың шығарылуын арттырады деген ғалымдар. Сонымен қатар дәреттің қайталанып тұруының өзінде пайдалар бар. Терінің сергектігін сақтайды, қан айналымын жақсартады, ми жасушаларының белсенділігін күшейтеді, зейінді арттырады. Мұның бәрі адамның намаздағы ықыласына оң әсер етеді. Ал енді дәреттің нұры өз алдына үлкен бір тақырып. Ең ұлы пайдасы қиямет күні көрінетін нұры. Пайғамбар алейхиссалату вассалам былай деген: "Ма мин уммати ахадун илля ва ана а'рифуху йаумал қияма." Үмметімнің әрбір адамын қиямет күні танимын дейді сахабалар. "Уа Алланың елшісі, адамдардың саны соншалық көп болғанда оларды қалай танисыз?" деп сұрады. Сонда пайғамбарымыз: "Егер қара түсті жылқылардың арасында маңдайы мен аяқтары ақ бір жылқы болса, оны таныр ма едіңдер?" деді. Сонда сахабалар: "Әрине, таныр едік" деп жауап берді. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам былай дейді: "Фа инна уммати яума изин гуррун мухаджалуна минал уду." Менің үмметім сол күні дәреттің әсерінен жүздері мен аяқ қолдары нұрланып тұрады деп сүйіншілейді. Алла тағала бұл дүниедегі дәрет суын ақыретте нұрға айналдырады. Сол нұр арқылы Алла елшісі алейхиссалату вассалам өз үмметін таниды. Сол нұр арқылы олар хауызға келеді. Сол нұр арқылы олар ерекшеленеді. Сонда ойланайықшы, егер адам дәрет алмаса, намаз оқымаса, пайғамбар алейхиссалату вассалам оны үмметінен қалай таниды? Алла үшін жақсы көретін бауырларым, дәрет иелерінен болайық, тазалық иелерінен болайық, намаз иелерінен болайық. Қияметтің ауыр күнінде Алла елшісінің алейхиссалату вассалам шапағатына лайық болайық. Ол күні яума яфиррул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани ликулли имриин минхум яума идин ша'нун юғни. Адам өз бауырынан, анасынан, әкесінен, жұбайынан және балаларынан қашатын күні. Ол күні әркімнің өзін әуреге салатын жеткілікті шаруасы болады деген Анбаса сүресі. Уа Алла, бізге сол күні жәрдем бере көр. Бізді дәрет нұрымен нұрландыра көр. Сүйікті пайғамбар Мұхаммед алейхиссалату вассаламның шапағатына лайық ете көр. Барлық мақтау әлемдердің Раббысына тән. Ассаламу алейкум рахматулла. Алланың сәлемі, рахымы және берекесі сіздермен біздерге болсын.